Сәлеметсіздер ме балалар? Бүгінгі музыка сабағының тақырыбы интеллектуалды музыка. Бүгінгі сабақта өтетініміз интеллектуалды музыкамен танысамыз. Абай Құнанбайұлының және Дәулеткерей Шығайұлының шығармашылығы туралы білеміз. Абай әндерін айтып үйренеміз. Дәулеткерей күйлерін тыңдаймыз. Сабағымыздың мақсаты тыңдаған музыкалық шығарманы талдау және өнердің түрлері, стилі және жанрларын, сонымен қатар өнердің өзге түрлерімен байланысын анықтау. Ауызша және жазбаша жұмыстар орындау барысында музыкалық терминологияны пайдалану. Интеллектуалды музыка деп күрделі құрылымды, терең мағыналы, ойлы шығармаларды айтуға болады. Мұндай туындылар орындаушыдан асқан шеберлікті және тыңдаушыдан да мол түсінікті қажет етеді. Әр халықтың ғасырлар бойы қалыптасқан музыкасы және оны тыңдап бағалай алатын тыңдаушылары бар. Қазақтың ән күйлерінің ішінде философиялық терең ойға құрылған кемел туындылар баршылық. Оларды тыңдап, түсіну үшін арнайы дайындық керек. Сонымен қатар тыңдарманның ой өрісі, сана сезімі жоғары деңгейде болуы тиіс. Мысалы, Абайдың әндері мен Дәулеткерейдің күйлерін осындай шығармалардың қатарына жатқызуға болады. Қазақ халқының мәдени, рухани әлемінде Абай Құнанбайұлының алатын орны ерекше. Абай қазақ әдебиетіндегі ұлы тұлға, маңдайалды ақын. Ол қазақтың жаңа реалистік әдебиетінің негізін салушы. Абай Құнанбайұлы 1845 жылы бұрынғы Семей облысы Абай ауданы Шыңғыстау өңірінде дүниеге келген. Бір басына сан қырлы өнер қонған Абай қазақтың музыка тілін абайлық стильмен байытқан, көптеген әндер тудырған жаңашыл композитор. Абай ақындығымен бірге музыка саласында мол мұра қалдырып, қазақ музыка өнерін дамытты. Биылғы жыл Абай Құнанбаевтың 175 жылдығы ЮНЕСКО көлемінде аталынып өтті. Ендеше Абай Құнанбайұлының әні «Көзімнің қарасын» тыңдайық. Абай Құнанбайұлының әндері «Желсіз түнде жарғай», «Айттым сәлем қаламқас», «Қараңғы түнде тау қалғып» және «Сегіз аяқ» сияқты әндері бар. Ал Дәулеткерей Шығайұлына келетін болсақ, Батыс күйшілік мектебінің аса көрнекті тұлғаларының бірі Дәулеткерей Шығайұлы 1820 жылы Орал облысы Орда ауданы Қарамола деген жерде дүниеге келген. Қазақ халқының аспаптық күй өнерін дамытушы, ел аузында Бапас күйші атанған. Домбыра тартуды жас кезінде Мүсірәлі деген күйшіден үйренген. Дәулеткерей бала кезінде молдадан оқып, мұсылманша хат таныған. Ресейде білім алып, кейін генерал дәрежесіне дейін жеткен хан Жәңгір Ордада балалардың орысша білім алуына да жағдай туғызыпты.
Ендеше Дәулеткерей Шығайұлының күйі Қосалқаны тыңдап көрейік балалар. Ал балалар, ендеше үй тапсырмасын алайық. Абайдың тағы қандай әндері бар? Абай жолы романын кім жазды? Дәулеткерейді ел арасында қалай атаған? Дәулеткерей қандай орындаушылық стиль қалыптастырды? Абайдың әндерін жеткізушілер жөнінде мәліметтер іздестіріңіздер. Абайдың әнге байланысты шығарған өлеңдерін мәнерлеп оқу. Ал олай болса, сіздерден кері байланысты күтем балалар. Сау болыңыздар.